Мынау бізде шаян. Мынандайды жей алатын едіңіз бе? Осьминожка. Аяқтарын дейміз. Мінекей басы. Көздеріне қараңыздар. Мынандай чуданы ашамыз қазір. Неменеге құсап тұр, пікірге жазыңыз. Өткір екен мынандайлар, иә? Мыналар өткір екен. Менікі осындай. Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Әділ. Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Әділ. Бұл менің ұлым Нариман. Бүгінгі видеоны түсіріп тұрған Жұлдыз. Достар, бүгін біз осындай морепродуктыларды жейтін боламыз. Қараңыздар, бұл жерде креветки бар, осьминогтар бар, осындай осьминогтар, мидий бар, рак және мында сливкадағы рактар. Айтпақшы достар, видеоны бастамай жатып сіздерге конкурс жариялаймын. Осы видеоның астына кімнің пікірі 24 сағатта бірде лайк жинамаса, соған ақшалай сыйлығым бар. Міндетті түрде пікір қалдырыңыз, және кімнің пікірі лайк жинамаса, оған қасақана лайк басып кіріп қарап отырыңыздар, себебі дәл сіз ұту керексіз. Міндетті түрде пікір қалдырыңыз, сол үшін арнаға тіркеліңіздер, ал мен бастаймын. Әйеліміз екеуміз еш қашан морепродуктылардан тек қана балықты жеген шығармыз? Жоқ. Мен креветки кляре жеген, креветка суши жеген. Иә, суши дегендерді жедік енді, қызыл балық дегендерді, бірақ мынандай мидий, осьминог дегендерді біз жеген жоқпыз. Мә, иісі достар айта алмаймын. Иә, иісі бар емес пандай. Тұрып қалған иіске ұқсайды. Өте жаман иіс болып тұр. Достар, мынандай сет сізге қалай? Ішінде 8 аяқ бар осындай. Ішінде мидийлар бар осындай. Мінекей. Ішінде креветкалар бар осындай. Және шаян. Мынандайды жей алатын едіңіз бе? Жазып кетіңіз пікірге. Бірақ Кол ашқысы кеп отыр. Болды. Мынау менің балама. Что это, Нарима? Кока-кола. Мә, отыр. Ең қорқыныштысынан бастайық. Мидий дәмді сияқты, кажется. Йоп. Мә, иісі достар айта алмаймын. Шынымды айтсам, қатты қарным ашып тұр. Мінекей достар, осындай мидий деген осындай зат. Қазір оны жеп көреміз. Уф, алып бісмілі. Кажется, саған ұнайтын сияқты. Жаман? Бисмилля. Осы қазір бәрін жебетін сияқты. Жаман біреу беш? Ашпа, өзім ашып жейм. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Достар, қараңыздар, былай ашылады. Негізі нормально, дәмі есіне құсамайды жұлдыз. Рактан бастайын, шаянды жеп көреміз қазір. Мен нақты оның қай жерін жеу керек екенін білмеймін, қазір енді ақырындап көреміз. Мінекей достар, шаян. Біреу берейін бе? Көмектесейін. Жоқ, мен ана сливка көрейші. Мына ала бер сливка. Ай, şimdi de korkam. Bak bir şey сияқты. Ай, істеймін, ана білейін. Ұстаса енді. Дәм көрші. Нормально сияқты? Соленый. Сен андағын көрмеймін, мынаны көрем. Тиктокта көрген кезде қыздар кәдімгідей жеп отырады, иә? Аппетитно көріп. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал, тік етейік. Қойшы, сенсіз күшті. Өткір екен мынандайлар, иә? Мыналар өткір екен достар. Ужас. Ал, міне бұл. Ана құйрығын жейсің. Міне бұл. Менікі осындай. Батырып біз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал, давай көрейік. Яраб, өзің жар бола көр. Мынау күшті. Мына жақта қай жерін жегер екен білмеймше, какашкалар бар. Ортасына какашка ма? Қарап көрші, как чистить нан. Адамдар бүйтіп істеп соғады. Қолыңды батырмашы, сен қолың андай... Жоқ, мен наны ғана ұстадым. Башым несін көтеріп шайды одашы. Так, закрой глаза, открой рот. Мә, достар, мынау дәмді екен, сливка өте дәмді екен. Бір рет дәмін көрем деген жандар болса, сливка да беріңдер. Достар, қазір креветка жейміз, мінекей. Бүйтіп сливкаға бүйтіп батырасыңдар, достар. Сливка да күшті. Оннан 8 берем. Басын жұлып алып тастайын ба? Басын жұлып тастайсың, иә. Басы жарты деней ғой. Соғы. Креветка осындай, достар. Чеснокпен қуырылған осындай. Онда аласыңдар да, достар. Бисмиллах.
Крабы башка ұқсайды. Сенде жазық жоқ, менде азық жоқ айналайын. Біз бір осьминогтан жеп көреміз. Таңда өзің. Мен негізі бұрын осьминог жегем, редрагоннан. Мінекей, осындай осьминог. Достар, дәміне келетін болсақ, дәмі онша просто резинка сияқты, Безвкусный, да? Резинка сияқты. Бұл халал емес деп жазбаңдар. Негізі теңізден шыққан, судан шыққандардың бәрін жеуге болады деген бар ғой. Хош. Достар, пікірге жаза отырыңызшы, келесі жолы не жесек болады. Қызықты бірдеңке жазыңызшы, может келесі жолы әдемі сондай бір топпоки жасаймыз ба, мощный қылып, әйелім күшті жасайтын мүмкін. Осы видео көп лайк жинаса, онда соны жасап көреміз. Мынау бізде осьминожка. Аяқтарын дейміз, мінекей басы қараңыздар. Дәмі осындай бір резинка сияқты. Чеснок пен резинка сияқты дәмі. Жай резина, чеснок пен резинаны жеп жатқан сияқтымын, шын айтайын. Бірақ не болса да коламен өтеді екен бар ғой. Мынау бізде креветка. Мынаның басын алып тастаймыз қазір. Қабыршақтарын шешеміз және ортасындағы етін жейтін боламыз. Бірақ ортасында мына жерден қазір суырып ішіндегі шегін алып тастау керек. Міне бізде креветка. Шыны керек, шаянға жетпейді. Мынау бізде шаян, қараңыздар. Мінекей лапкалар, сондай острый барлық нелері. Аяқтары, құйрығы бәрі острый. Мінекей іші осындай, шаншқылары, клешнялары осындай. Мінекей қараңыздар. Ашып қойдық. Бұлай жақсы екен негізі. Мынау шаян в сливках. Анаған қарағанда әйеліміз екеумізге осы ұнады в сливках. Көздеріне қараңыздар. Біз профессионал емеспіз. Бірінші жеп көрейін деп жатырмыз, сондықтан қалай аршу керек екендігін әлі дұрыс білмейміз. Шаяндардың осында ең үлкен мякоть шығады, артқы жағынан, құйрық жағынан. Міне осы деликатес осы негізі. Сливочный соуста біраз уақыт, бірнеше сағат жатты. Мына жерде ішінде лимон бар, сливки бар, бұрыш бар, мынандай острый перчиктар бар. Мынау енді күшті. Тиктокта осы аршылған төбесімен ана соусты бүйтіп қасық сияқты жинап, сонымен жейді. Қазір соны жеп көреміз солай. Қасықпен сияқты алайық та бүйтіп көрейік. Мынандай чуданы ашамыз қазір. Ортасында қара бірдеңкесі бар. Мынау немеге құсап тұрып пікірге жазыңыз. Мынаны алып тастай, мүмкін наума дәмін бұзып тұрған, білмеймін. Уақыт өткен сайын ба, дәмі басқандай болып бар жатыр. Басында бірінші көрген кезде вообще құсқым келіп кетті, қазір енді уже басқандай болып сезіліп жатыр. Ал достар, қазір мидимен осындай лимонды қосып жеп көрейік. Менің ойымша прикольно болу керек. Это идеально. Өте дәмді екен. Қазір он достар лимонның сокпен істеп көрейік. Осылай қысып жеп көреміз тағы да. Что за тема? Море продуктыны жеп білу керек екен ғой. Шелектегі шаяндарға еш өкінбеймін, дәмі күшті, жақсы. Етін сондай приятный дәмі бар, сливочный сондай. Ал мына сетке ішінде осьминогы бар, ішінде креветкесі бар, мидии бар, және шаяны бар. Бұның барлығы чесночный соуста біраз тұрып пісірілген. Білмеймін, мен үйренбегендіктен ба, әлде вкусовой предпочтенияларын басқандай ма, бірақ мынаны ашқан кезде әйелім екеуміз бірден фу дедік. Ал достар, бүгінгі видео ұнаған болса, үлкен саусақтарыңызбен лайк басыңыз. Сонымен қатар міндетті түрде арнаға тіркеліңіз, себебі үлкен адамдардың бөлігі тіркелусіз қарайды екен. Бергеш. Главный актер болғысы келіп тұр ғой осы жерде. Ал бүгін сіздермен болған мен Әділ, Нариман және Жұлдыз. Бүгінге осы пазлға жазыл.